Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгін Алланың қалауымен ауылға келдім. Және мына металлоискательді ашып, ішін көріп, қазір тексеруге келген. Істеп тұр. Жаңа келесі сабан аяқтан бетоннан арматура шығарып алдым, куб алдым мен. Мына жерде нормально, мынандай тереңдікте бір пластина жатыр мында. Арматура ма мында. Тұрғайын. Қалың сияқты қаңылтыр емес. Қазір бұйыртса қазып алайын, қайтып қосылам. Адам. Тұрдау адам. Бірінші рет тауып тұрмын осындай. Анандай темір іздейтін бұны осында? Аха, анауған темір іздейтін. Көрсетеді сонда ма? Чиқылдайды. Құдай. Мынау деген көрсетеді. Мынау жақсы трак шықты. Жаңа ана кісі. Нағашымның кластасы. Балапан деген аты. Ауылда қырманда жұмыс істеймін дейді, жұмыстан қайтып келатырмын дейді. Баяғыда баз болған ғой мына жер, мал ұстаған гусеничный трактор. Мына жақтан да бір жақсы сигнал шығып тұр қазір. Қазып көремін. Қазып алайын, қайтып қосылам. Мына жақтан бір угольник шықты. Қалай айтсам, өте шіркіп кеткен. Мына угольник емес не ғой? Комбайн трансвортер алдында жаңа астық тартады ішіне қарай. Наклонный дейді, наклонныйдың ішінде тұрады. Шіріп кетіпті, жарықтық бәленбай жыл жатқан ғой. Бұл мен өмірге келмей тұрып құлаған ғой бұл бас. Союз кезіндегі. Содан қайтып кеткендер шығып жатыр. Мыналар қабылданбайды. Бұл жаңа мына жерден де бір чиқылдады ғой. Сейчас қазып көрейін. Металлоискатель выручает. Вот такой пластина. Пластина ма жоқ? Пластина ма? Не қолданды екен? Жата берсін. Бір тексеріп жіберейін де. Болса болып, болмаса. Чоңқырларды көміп кетем артынан. Неуверенный сигнал. Көре салайын сонда да. Бүгін жақсы табыстар шығып жатыр. Басында аяқтардан қаңылтырлар тапқан мынандай. Сол осы жақты бәрі осы маңда. Ана аяқтан жаңа мынау угольник шықты. Мынау шықты. Және мына жерден мына карданның синокостың запчастары шықты. Және мынау пештің плитасы. И проволока, как всегда. Мына аяқтан әлі алыстай алмай жатыр. Мыналарды көміп үлгермей жатырмын әлі. Шығып жатыр. Анау жерден шықты. Мына пештің плитасы шыққан жерден. Хорош. Это не сентукки, это енді 40-30 так қойсын. Мен бүгін осы анау машина тұрған жермен осы бетон тұрған жерден шығамай жатырмын әлі. Каждый метр сайын сиқылдап жатыр. Бүгін жаман емес, Құдайға шүкір. Жақсы табыстар. Бірақ кішкене жайрақ шығып қалдым, үйдегі шаруалар. Бүгін келгем өзім бұған шығып. Онда келгем ауылға. Содан шаруаларды бітіріп үйдегі. Огород ауылда. Тіршілік бітпейді ғой ауылда. Өсіп жүріп, күзге дейін осы ауылда 10 тонна темір жинасам ба деп, өзіме мақсат қойсам ба деп сондай. Жинай алам ба, көреміз енді. Мақсат деп айту. Мақсат, не сондай мақсат қойып көрейін. 10 тонна.
Бұйырған болар, жинасам жинайын, жинамасам өткізбей жинап көрем ауылда күзге дейін. Бұл мақсатқа жету үшін әр мынандай ұсақ түйек маған көмектеседі. Мынандай шеге жерде жатқан. Қазір мынау тапқандарымды бір жинап келейін. Ата жай болып кетеді, қараңғы түсіп кетеді. Қазір малда келді, ана жақта қойлар жайылып жүр. Ауылға кіреді қазір. Қазір мен барып мешок алып келіп бір жинап алайын. Тапқандарымды. Сепішке тауып алдым. Алюминиян жасалған. Арасында мынандай тарақтар да кездеседі. Қой қорғатын машинканың тарақтары ғой. Мынандай кішкентай угольник. Мынандай угольник. Және мына пластина жаңа қазбаған. Мынандай цептар не үшін қолданды екен? Кім білет, білсе комментария қалдырып кетіңіздер. Ауылдың сиырлары кеп жатыр. Малдар. Вовчик. Мына жерде кішкентай арматура жаңа бірден көргем ғой мен. Трубама әлі қазып жатырмын, ақырын. Жаңағы ана жерден қалақ екен. Кішкентай таға. Мындай. Жаңа трактың сынығы. Сындайлар ақырын шығып жатыр кездесіп. Металлоискателін басып түсіп қал. Несі крепеж кішкене. Дұрыс ұстамайды екен. Ойма, мал көп, малдың алдынан шыққан адамдар кеп жұмыс жасатып жатыр. Мынау не? Қанша қалдың? Қанша таптың деп сұрап интересоваться етіп жатыр. Жақсы зат екен деп. Арангеттен тағы біреу кіре жатыр. Ол да кез мұжит жарты сағат. Сондай. Ауылда көрмегенбіз ғой бұндайды. Мен де сол ютубтан көріп алдық қой бұны. Әйтпесе мен де жүретін едім. Не болды деп. Мен қазір мынау бетонды шығарып алайын. Шығарып, мынау арматураларын көп алдымен ұрып алып алайын деп тұрмын. Қазір берді 1, 2, 3, ар жағында біреу 4 арматура шығу керек. Қазір көтеріп көремін. Мына столбыны ұрып жатырмын, аз қалып берді. Бірақ мына жерге көмілген екен. Қазір босатып алайын, көрсетем сосын. Мен жаңағы арматураларды шығарып болдым. Аяқта 5 емес 8 арматура бар екен. Темірлерін бәрін теп, жаңағы арматураның орнын көміп, бетонын шығарған. Сонымен қараңғы өтіп кетті, қазір үйге қайтам. Оның үстіне телефон зарядкасы деп отырып баратыр да, вспышкамен түсірмейді. Соны салонға кіріп, плафон жағып түсіріп отырмын. Ана аяқтарды көрсетейін дедім. Инструментін бәрін жинап, күн ыстық болған сонша 2 литр су ішіп тастадым. Енді бұны өткізбеймін, жаңа алдыма мақсат қойдым ғой. Бұйыртса 10 тонна күзге дейін. Жинасам жинайын, жинамасам күзде өткізем ғой ауылдағы темірлерді. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Мына арматураларды шығарған еңбегін бағалап кетіңіздер.